Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ешқандай трош ашытқы қолданбай, жұмсақ болып шығатын шелпек дайындаймыз. Достар, менің YouTube каналымды қолдап, видеоны аяғына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Ол үшін бірінші құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды үстінен қантымызды салып араластырып аламыз. Үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Жылы суымыздың үстінен дәміне қарай тұзымызды салып араластырып ыдысымызға құямыз. Ас содамыздың үстінен уксусымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қоспаларымыздың барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен керегенше ұнымызды салып, орташа жұмсақта қамырымызды илейміз. Қамырымыздың басы жақсы бірігіп, үйі қану үшін 2-3 рет қайтара үйлеп, пакетімізге салып, 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп алып, домалақ етіп алдын ала жайып аламыз. Майымызды алдын ала қыздырып аламыз, шелпегімізді салып, екі жағын аудара отыра қып-қызыл етіп пісіреміз. Достар, осы рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің шелпегіміз дайын болды. Осы видео ұнаса лайк басып, комментария жазып,
Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.